Түндікті жаппағанбысың? Күйеуінің даусын естімеген Бәтіш жауап қатпады. Дәл төбеде самсап тұрған жұлдыздарға тесірейіп қараған қалпы қимылсыз жата берді. Самат бұған әрі ештеңе айтпастан екінші жамбасына ауына түсті. Сосын тамсанғандай ерінін сылп еткізді де үйреншікті қорылына басты. Айналасындағы ыстық суығы мол тіршіліктен бейхабар, өлі ұйқыда. Келіншек оң жағындағы дөңкиген денеге көз қиығын тастай беріп ауыр күрсінді. Дауысы да шығып кетті. Әлденеден пана іздеп, әлденеге ұмтылып, аласұрған жан дүниесін мүлде түсінбейтін еріне арналған бар наласы осымен тынғандай. Шынымен тынды ма? Оны жалқау тірлікке бой үйренген Бәтіштің ұғуға шамасы жетпеді. Ол тағда көк жүзіне жанарын қадады. Аспан тұп-тұнық, қара көк тұңғиықтың өн бойы толған шырақ. Жұлдыздар бүгін жым-жиі орналасыпты. Бірі қызыл, бірі көк, тағы бірі жасыл шырақтарын жамырай жарыстырып көзіңді арбайды. Өздері бұла өскен қыздай тым еркін. Ту алыстан жаныңды еліктіре көз қызады. Әлденеге мәз, әлде меңіреу күн құшағына сәуле шақырғанда қуанысқан түрлері осы ма? Мүмкін тығылыспақ ойнағандар шығар. Я, дәл соған ұқсайды. Бәтіш санасында жарқ еткен әлдеқандай сәуледен жасқанғандай көзін жұма қойды. Жүрегі дүрсілдей жөнелді. Бәрі осы тығылыспақ ойнағаннан басталып еді ау. 6 класты аяқтап жазғы каникулға шыққан ауыл балалары кеш түссе-ақ далаға асығатын. Жылқы ағытылып, сиыр сауылып, қой қотанға енген соң әке-шешелері ұрса қоймайды. Содан түннің бір уағына шейін үй-үйдің арасынан азан-қазан қылған дауыстар сенбейді. Осындай түндердің бірінде бұл жасырынған мая қалдығының табасынан екінші бейне де қараң етті. Кластасы Мұрат, пысық баланы Бәтіш іш тартатын. «Оқу, сен де мұндамысың?» деді Мұрат таңырқағандай әрі қуаныш білдіре жанына жайғаса беріп. «Мен ылғи осында тығыламын». «Онда тіптен тамаша». Ненің тамаша екенін түсінбеген Бәтіш үндемеді. Әріректегі шуылға құлақ түрген күйі отыра берді. «Мен сен іздедім» деді ұл әлден уақытта дауысы құмыға шығып. Қыз таңырқады. «Мені ме?» «Сені. Не үшін?» «Білмеймін, әйтеуір іздедім». Бұдан әрі жақ ашпады. Бір-біріне тығыла түсті. Бірінің бірі жылуын сезінгендей. Осы сәтте екеуінің де денесін діріл жайлағаны анық, бірақ оны білдірмеуге тырысады. Тыныштықты Мұрат мұзды. «Біз дос болайықша?» «Дос?» «Аха». Мына сөз Бәтіштің жанына жағатын сияқты. Жүрегі алқымына тығылғандай. Дүние есігін ашқалы ұл баладан естіген алғашқы ұсыныс болғандықтан да шығар. Бір түрлі жағымды, бір түрлі ыстық. «Келісемін», деді қыз баяу үнмен. Дауысы өзіне де әзер естілгендей еді. Дегенмен Мұрат қағып алып, ақырындап қолдарын қысып қойды. «Қайран аңғал көңіл-ай, азға мәз, титімдейді қанағат санап айға ашуға дайынсың ау сен. Мұндайда қанат жоғын ұмытып, қалықтауға әуессің, қонар тұғырыңды тағы ұмытып кетесің». Бәтіш те сөйтті. Сол күннен бастап қыз өзін салмақты ұстауға тырысты. Айналасына ересектердей ойлы көз тастап, одан сақа адамдай сыр тартуға ұмтылды. Оны осы күйге жеткізген кластасының «Біз дос болайықша» деген жалынышты үн еді. Бүгінде қарап отырса, барлық шырын балалықтың базарлы шағында толысады екен. Ол шақта көзге жас алудың да өзі керемет. Бәрі өкітінші жаңбыр секілді. Жауасың, соңынан қайта жадырайсың. Өткелден өтіп алған соң артыңа бұрылып та қарамайсың. Батпақтасың ба, тайғанақтайсың ба, қаперіңе кірмейді. Өйткені сенің көкірегіне күн құлайды. Жанарыңа шуақ құйылады. Сен содан жылу аласың. Сол шуаққа жуынып, таранып шығасың. Кейіннен балалық шақтағы кіршіксіз достық үлкен махаббатқа айналады. 10 класста Мұрат екеуі жұп жазбады. Рас, бұл қарым қатынасқа қарсы шыққандарда жоқ емес.
Кейбір жақын құрбылары Мұрат менімен өзімшіл, ортақ мақсаттардан гөрі өзінің бас пайдасын көбірек ойлайды. Сен мықтап ойлан деп ақыл да салды. Бірақ Бәтіш бұл шақта отқа үйір көбелекке айналып үлгерген. Санасына ешқандай ақыл кірмеді. Жатса да, тұрса да, көз алдында үлкен қара көзді, қырмұрынды, ашаң өңді, әдеміше бозбала тұрды. Түсінде де жиі көрінетінін қайтесің, қыр басында қол ұстасып қызғалдақ теріп жүргендері. Мұның құшағы қып-қызыл шоқтай гүлдерге толы болды. Оянған сәтте оның өзінше жоритыны гүлді бақытқа балайды. Сол бақыт санасын болдыр тартып, басқа қырды таластап, тасалағалы біршама уақыт. Бірақ бозбала тым кінәмшілтін. Қыз кездесуге көнетөс көйлек киіп келсе де жақтырмай тұрғаны. Заман ағыннан қалып қоюға болмайды деп ескертеді. Мұрат онысын тіпті жарытпай, сондықтан талапқа сай киіну керек. Үйде түзде жарқырап жүр. Сонда өзгелер сұқтанады, қызға қарайды, сыйлайтын болады. Мұндайда Бәтіш иығын қушитады. Не, сонда адамды үстіне жапсырған шүберекке қарап бағалау керек пе? Талғамға тағзым еткен абзал. Иә, дегенмен сыйлайтын жігітім тосып тұр деп, шешем шашымды жұлсын, қуғаны қарағар басып, саған керегі де сол ма? Әке шеше иіс алмай жүр дегенге мен ешқашанда сенбеймін. Олар да жастықты бастарынан өткерген, ендеше түсінеді. Бәтіш адам бойындағы кемшілікті көрмейтін көрсоқыр еместі. Дегенмен бозбалаға кінә артудан аулақ тұрды. Балалық деді, ананы іштей қорғап. Өседі, ес алады, сонда бәрі де өзгереді. Түйсік те, талғам да, өмірге көзқараста. Ал жақсылықтың да, жамандықтың да қандай дән түскеніне қарап өсіп жетілетініне, тамыр жаятынына ден қоймады. Бұған бәлкім сүйген жүрек ықтияр бермеген шығар. Ғашықтық көзсоқырлыққа бастар төте жол дегенді естігені бар. Бәлкім солай, бәлкім олай емес. Әлі күнге айырудан аулақ. Әйткенмен көзсіздіктің қамытын кигені анық. Жер басқан миллиардтаған адам ішінде сенің таңдағаның ғана биік, сенің таңдағаның ғана данышпан көрінетін сол бір түйсіну таразы басын өзіне аударып, ақыл ойыңды жаулап алғанда, қазығын айналдырған аттай тапырақтайды. Міне заңдылық. Жүректінің бір бағыт, көретінің бір бағыт. Күн өтіп бара жатқан сайын бұл осындай болды. Арзаңғар барда шөмішке пысқырып қарамайтыны тағы бар. Орта мектепті ойдағыдай аяқтаған Мұрат Алматыға аттанды. Жолы оңғарылып бірден жоғары оқу орнына түсті. Бәтіш ауылда қалды. Шешесінің сырқаттығы аяғына сау салған. Азапты өмір енді басталды. Жігіттен не хат, не хабар жоқ. Көңіл шіркін сонда жамандыққа қимайды. Керісінше Мұратқа жақ, инемен құдық қазғандай оқудың тауқыметін алға тартып, шырпыры шығады да тұрады. Осылай күз құлдырады, осылай қыз қарасын батырды. Көктемнің қақ соқты күндерінде қыз жанын ойран ботқа басқан. Сол пәле қардан ерте аршылған қырш тұрмақ, сайдың терең табанын көп жапқанша қақаңын баспай, керісінше қайқаңдай жүйкесін кемірсін. Енді Бәтіш сәл нәрсеге де ашу шақырып, сәл нәрседен от ала жөнелетінді шығарды. Мұндайда құрбылары тым жанаспай, алақтаудан ғана иық қағысуға жарайды. Сондай күндердің бірінде кездейсоқ ұшырасқан бір құрбысы: «Мұратты көрдім» деп қалды. Бәтіш көз алды қарауытып, тынысы тарылғанын сезді. «Қашан? Қайдан?» Әлгінде түскі үзілістен қайтып келе жатқанда ауылдарына көзім түскен. Бір таныс бейнені байқадым. Анықтап қарасам,